Отан тарихын оқытуды алға мақсат етіп қоя отырып, мектептегі мұражай жұмыстарын қолға алып, келешек білімді ұрпаққа мұра етіп қалдыру әр азаматтың борышы деп есептеймін. Осы мақсатта Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептегі өлкетану мұражайы 1992 жылдан бері ашылып, жас жеткіншектердің өлке тарихын жан-жақты оқып, әрі тереңірек білім алуына мүмкіндік жасалынған. Мұражайдың сыртқы көрінісі дала мұражайымен ерекшеленеді. Ата-бабамыздың өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығы жұмысында қолданылған шаналары, көмір тасыған арбалары мектеп мұражайының сыртынан орын алған. Мектеп мұражайына кіргенде өткен тарихымыз көз алдымыздан өтіп жатады. Мұражайдағы көне жәдігерлер ауыл азаматтарының көмегімен толықтырылып, бірнеше бөлімдерге топтастырылып, жинақталды. Мысалы, ел іші, өнер кеніші, яғни өнер адамдарына арналған бөлім болса, ауған соғысы мен ұлы отан соғысы ардагерлеріне арналған бір бұрыш салынды. Ат әбзелдері мен ауыл маңынан табылған таңбалы тас пен ағаш теңгелер де осы мұражайдан кездеседі. Сонымен қатар, қуғын-сүргін құрбаны болған Бектің Орынбегі туралы құжаттар бір бөлімде жинақталған. Халық жауы деген атпен қараланған Бектің Орынбегінің ұрпақтары өз ортамызда. Келесі бөлімде ауыл басшылары мен мектеп басшылары топтастырылған. Социалистік еңбек ері Имаш Қуанышбаев туралы толық мағлұматты осы мұражайдан таба аламыз. Және Абай мектебінде шәкірттерді тәрбиелеуде еңбек сіңірген ұстаздарымыз да мұражай төрінен орын алады. Қорытындылай келе айтарым, өлкетану мұражайындағы көне жәдігерлер ауыл азаматтары туралы мәліметтердің толықтырылып, жаңартылуы ауылымыздың өлкетанушысы Боқай тегі Балтабай ағаның зор еңбегінің арқасы деп білемін. Және ол кісіге деген алғысымыз шексіз. Сондықтан да мектебіміздегі өлкетану мұражай жұмысы алдағы уақытта жанданып, жас ұрпақты өз елін сүйетін патриотты етіп тәрбиелеуде берері мол деп сенім білдіремін.